Бірлігіміз жарасып, білек түріп, өзгеден ізімізді ерек қылып, қарттарға көмектесу біздің парыз, үлкендерге көрсетіп ізеттілік. Бесік жырын естек жиянадан, өзгені жамандыққа қиям адам. Біз жастар көмек берер әр адамға, жүрегіне мейірімі ұялаған. Қалайкүм, құрметті көрермендер, мен Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Ахмет Байтұрсын атындағы номер 10 жалпы орта білім беретін мектептің 7-ші сынып оқушысы Елеуғали Ислам Тоқтарбекұлы боламын. Мен бүгін менің отаныма менің бастамам атты жобалар байқауының жақсылық керуені номинациясы бойынша жақсылыққа толы әлем атты өзімнің жобамды ұсынатын боламын. Жобамның мақсаты қамқорлыққа, мейірімге мұқтаж жандардың жүрегін жылытып, өмірін жақсылықпен нұрландыру, қуаныш сыйлау. Жобамның міндеті оқушылардың риясыз мейірімді, қамқор және жанашыр болуға тәрбиелеу. Оқушылардың бойында әлеуметтік жағдайы төмен адамдарға, қарт, әлсіз жандарға жақсылық жасауға, әрдайым даяр болуға қабілеттерін дамыту. Жобамның өзектілігі қайырымды істер ұрпаққа өнеге дегендей біздің парызымыз. Бүгінгі ұрпаққа ел ішіндегі әлеуметтік көмекті қажет ететін жалғызбасты зейнеткер, мүмкіндігі шектеулі жандарға көмек қолын созып, қуаныш сыйлау, көңіл бөлу басты адамгершілік қасиет болып табылатынын ұғыну. Күтілетін нәтиже: біріншіден, қайырымдылық жасау; екіншіден, әртүрлі бағытта қайырымдылық акцияларын өткізу; үшіншіден, қоғамдағы қарт, мүмкіндігі шектеулі балаларға, әлеуметтік жағдайды қажет ететін жандарға көмек қолын созу; төртіншіден, үлкен кішіне сыйлайтын қамқор жанашыр жастардың санын көбейту. Қойған мақсатқа жету жолында әртүрлі іс-әрекеттер жасадым. Қане, соны бірге тамашалайық. 7 ақпан күні мектебімізде 7 сыныптардың қатысуымен жүректен жүрекке атты мейірімділік акциясы өтті. Біздер үйден әртүрлі тағамдар дайындап әкелдік. Бұл акция барысында мектебіміздің оқушысының еміне көмектестік. 28 ақпан күні мейірімділік әлемді қорғайды акциясы аясында қариялар үйіне барып келдік. Ән айтып, би биледік. Қариялардың көңілдерін көтеріп, баталарын алдық. Қазыналы қарттарымыздың қуанышты жүзін көру біз үшін нағыз бақыт. Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем. Қазір Рамазан айы. Соған байланыстымен ораза ұстап жатырған жандарды қуантатын боламыз. Сізге бір сұрақ қойғым. Жалпысыз қайырымдылық дегенді қалай түсінесіз? Қайырымдылық деген енді үлкен сыйлау, үлкен құрмет көрсету. Оразаңыз қабыл болсын. Рахмет болсын. Сау болыңыз. Саламатсыз, жақсы болды. Ораза ұстап қазақ халқына не деп тілепті? Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, еліміз сүрінбесін, жастарымыздың өмірі болашаққа жарқын болсын. Бақыт тілеймін, еліміз тыныш болсын. Оразаңыз қабыл болсын. Амин, рахмет. Алла разы болсын, Алла бақытты болсын. Жақсылық жасап жарысайықшы. Мен бүгін мұқтаж жандарды ыстық тамақ беріп қуантатын боламын. Өзіңе мың есе келер, жақсылық жасап жарысайықшы. Қазір мен 8 наурыз халықаралық әйелдер күні қарсаңында аналарды, әжелерді қуантатын боламын. Жақсылық тілесең егер, өзіңе мың есе келер, жақсылық жасап жарысайықшы. Жақсылық тілесең егер, өзіңе мың есе келер. Адамдар өмірде екі нәрседен қартаймайды. Біріншісі, бір-біріне деген жүрегінен шыққан жылы сөзі, екіншіден, бір-біріне деген қайырымды ісі.
Әрқашанда бір-бірімізге жылы сөздер айтып, бір-бірімізге қайырымды болайық.